әрбір төрелген шығарманың өзінің шығарылу тарихы һәм оның өмірі болады. Міне сондай ұзақ уақыттардан бері айтылып келе жатқан қосқылардың бірі Шоманайдың көз залыман қосығы. Бұл қосықтың шығарылу тарихы хақында біз бүгін Нұрани Бейсен Смайыловтан көрінін тыңламақшымыз. Ассалаумағалейкум Бейсен аға. Шоманайдың көз залыман қосығының келіп шығуы ұзақ 1980 жылға тура келеді. Сол дәуірде Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі һәм Министрлер Кеңесінің қарарына муафық Қарақалпақстан Республикасы районларының арасында ауыл таңлары телефестивалы өткерілді. Осы телефестивалды районда шіркінлестіру мақсатында сол уақытта мен районлық партия комитетінің үгіт насихат бөлімінің бастығы вазифасында істедім. Есімбетова Бибзәуре Шоманай районлық партия комитетінің идеология бойынша секретары вазифасында істедім. Екеумізге тапсырылды. Осы телефестивалды барысында шартлерінің бірі таза бір қосық жазылып, намазы да тазадан жазылып шығу керек екен. Міне бұл қосыққа телефестивалды өткеру барысында 10 баллық баға қойылуы белгіленген. Міне осыған байланысты даярлық жұмыстары басталды. Осы телестудияның ұсынысы һәм кеңес һәм министрлер кеңесінің қарары менен біздің районға бір топар мәдениет қызметкерлері бекітілді. Таярлауға жәрдем беру үшін. Міне Қалбай Жұмамұратов режиссер осы телефестивалдың өткеруде, Жолдасбай Тұрдымұратов балетмейстер, Зиуатин Лепесов композитор һәм шайыр техникуммен танысып, текстін жазу үшін Кеңесбай Рахманов ағамыз міне маған бір кабинет тауып бересіздер деді. Кабинетті шалқынсыз бір беймәдел отырып істейтіндей дәрежеде болсын деді. Біз міне сол уақыттағы техникум директорының орынбасары Шамшиев Атамұраттың отыратын кабинетін таярлап, столларын тазалап, шайырдың өтініші бойынша жазу машинкасы 5 бет қағаз һәм 4 бет копировальный бумага дейміз, қағазын, копиялау қағазын таярлап бердік. Міне есікті жауып қойдық. Міне сонан кейін бір сағатлар атрапында, бір сағат, бір ярым сағаттар атрапында Кеңесбай Рахманов осы Шоманайдың көз залыман қосығының текстін жазып, машинкеден шығарып, өзі автор деп ізіне фамилиясын жазып, қолын қойып 5 экземпляр қосықтың текстін біздің қолымызға тапсырды. Енді соң мәдениет сарайы, кәсіпөнер колледжі, районлық емдеухана һәм тағы басқа сондай диққатқа сызылар жерлерді аралап көріп, Шоманайдың районының орайымен танысты. Һәм сол күні бұл топар мейманды болды районда. Мейманларды сол уақыттағы районлық мәдениет бөлімінің басшысы марқұм Оразбай Төремұратов мейман қылып, үйінде күтіп, мейман етті. Міне ертеңіне азанда композитор Зиуатин Лепесовке қалды.
Зиуадин Лепесов міне сол уақытта хор, басқа көріністілерді таярлап жатырып еді. Зиуадин Лепесов сол кірісті таярлауға осы нөмірді таза қосықты. Музыка мектебінің директоры сол уақыттағы Сағынтаев Сулайман тауып берген бір қызды, қазір фамилиясын атын ұмыттым, таярлап жатырып еді. 2 күн таярлықтан кейін Зиуадин Лепесов бұл бас тартты. Себебі менің ойлағанымдай, менің келімдегідей бұл айта алмайды осы қызымыз. Маған басқа айтатын қыз тауып бересіздер деді. Сондан кейін Сағынтаев Сулайман сол уақытта қазіргі 7-ші мектеп Гагарин атындағы мектеп деп айтылатын еді. Сол Гагарин мектебінің 10-ші классында оқып жатырған Ешімбетова Раушанды алып келді. Міне осы қыз енді айтады. Ешімбетова Раушан өзіміздегі балалар музыка мектебін бітірген, дутарда қосқыларды атқару ұқымына ие еді сол уақытта. Солай таярлық басланды һәм композиторымыз Зиуадин Лепесов өзінің Раушан Ешімбетованың айтқан қосыған қанағатланып, соны телефестивалдың жарысына жіберуге қарар қабыл етті. Міне телефестивалыма ол бір ғана таза қосықтан ібарат емес, онда нөмірлері көп еді. Хаттекі мынандай пьеса көріністері бар еді, хор, басқа әртүрлі нелер бар, нөмірлер бар еді. Соның ішінде міне бір аптадан кейін Нөкіс қаласында телестудияда телефестивал болып өтіп записке алу керек еді. Соның үшін бізді міне бір күн бұрын алып кеттік қатынасушыларды телефестивалды сөйді запис қылуға. Міне ер балаларды басшылық ету һәм қамқорлық қылу үшін мен бекітілдім. Һәм қыз балаларға қамқорлық етіп қарау үшін сол уақыттағы райондық атқару комитеті бастығының орынбасары Асқарова Дәлхан апа бекітілді. Біз бір күн бұрын барып Нөкіске мұғалімдердің білімін арттыру институтының жатақханасы бар екен. Сол жерге жайғастық. Бір корпуста ер балалар, бір корпуста қыз балалар жайғасты. Һәм сол күні ауқат шайын беріп, барлық условияларымызға қарады. Енді бір айта кететін жағдай, сол балаларымыз ітібарсыздық қылып, сол күні кеште мороженое жеген нәтижесінде ертеңгі азанда қарасақ, Ешімбетова Раушан қызымыздың дауысы шықпай қалған бас болды. Міне жүр қиналып қалдық. Осы хабарды естіп, сонан мәслихатлесіп, Дәлхан апа айтты, мен таныс врачтар бар, мана нөмірі 2-ші үкіметтік кеселханада Нөкістегі. Сол жерде таныс врачтар бар, жақсы апарып көрсетейік деп, екеуміз біргелікте алып кетіп, кеселханаға алып бардық. Врачтар 1,5-2 сағат давамында Раушанды тамағына емлеп, күтім жасап, біздерге тапсырды. Шыққаннан кейін бір уақия бұны тамағын жылы шарппен орау керек болды. Жылы шарп жоқ кеселханада. Сол Дәлхан апаның
жемпір менен оратып тамағын сойдып алып кеттік. Айтты, ешқандай сөйлетпейсіздер, аузын ашпайсыздар, тек шығатын уақытта, нөмір жазылатын уақытта ашып жібересіздер, бір нөмір айтуға болып қалуы мүмкін, гарантия бермейміз деді врачтар. Сөйтіп сол телефестиваль жюри ағзалары отырыпты, бағалап отырыпты. Осы қосығымыз бомбалы алу керек, біз жүдә сондай не дейміз, бір қысынып отырыппыз, қандай жағдай болып қалар екен деп. Бірақ жақсы шықты, Ешімбетов Арошан осы қосықты кеуіндегідей айтып шықты, һәм бомбалы баға берілді осы қосыққа. Енді міне келіп шығу тарихы осындай. Бұл Шамалайдың көз алман қосығының, енді міне өздеріңіз білесіздер, соңғы уақытларда бұл қосық әмме жерде айтылып, бір жақсы көріп айтылатын қосықлардың біреуіне айланды. Әттекі Қарақалпақстанда айрым қосықшылар өзгертіп, бұны Қарақалпақстанның көз алман деп те айтты. Қазіргі күнде тек қана Қарақалпақстанда емес, басқа республикаларда айтылып жүріпті, Қазақстанда, Түркменстанда. Менің енді үмітім зор, осындай қосықлар елде районның тарихына айланған сондай қосықлар елде шығады, айтылады, һәм енді халықтың арасында өзінің сүйіспеншілігін орнын табады деген үміттемін. Рахмет Бейсен аға, мазмұнлы көрігіңіз үшін.